дефолт болады. 300 миллиардқа жуық ақша жетпей жатыр. Синдром Бертанова бойынша бір-бірімен талысып жүреміз. Мәмс жүйесі енгізілген тұста, оның негізгі идеологтарының бірі өзіңіз болдыңыз. Мықты реаниматологтар қазір стоматология наркоз беріп отыр. Мемлекеттік қызметтен кетіп, мемлекет мүддесіне жұмыс істеуге бола ма? Жататын жері жоқ, жалақысы төмен. Жас мамандарға сол коллективті қолдау да жоқ. Жергілікті әкімдер жолатпай, өздері бәрін қысып алған. Мен Елжан Біртанов, дәрігермін. Армысыздар, бұл жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз медицина ғылымдарының докторы, денсаулық сақтау саласының бұрынғы министрі Елжан Біртанов. Елжан Амантайұлы, студиямызға қош келіпсіз. Саламатсыз. Министрліктен кеткеніңізге бірнеше жыл болды. Енді уақыт пен қашықтық көп мәселеге басқаша қарауға мүмкіндік береді. Қазір денсаулық саласында қандай өзгерістер болып жатыр, қайда бара жатыр? Енді расында қазіргі уақытта біздің Қазақстандағы денсаулық сақтау саладағы біраз көп өзгерістер болып келе жатыр. Әрине енді соңғы мен министрліктен кеткен уақыттан бері 6 жыл өтті ма, бірақ енді соңғы 2 жылдың ішінде көп өзгерістер болып келе жатыр. Әрине ең үлкен күрделі мәселе ол медициналық саладағы қаржыландыру мәселелері бойынша жаңағы медициналық сақтандыру мәмс дейміз, соны ары қарай дамыту бойынша көп талқылау болды. Арнайы заң қабылданды. Ол заңды қабылдау үшін біраз біздің денсаулық сақтау министрлігі, басқа да біздің мамандар, эксперттер көп атсалысып, сол парламенттен өткізді. Ол үлкен қадам деп айтуға болады. Ал екіншіден, әрине өткен жылдың аяғында біздің денсаулық сақтау жүйенің ары қарай дамыту бойынша мемлекеттік концепция, стратегиялық даму концепция қабылданды. Сонымен енді үлкен реформалар ары қарай да өтеді деп ойлаймын. Сонымен әрине көп өзгерістер осы соңғы 2 жылда осы біздің денсаулық сақтау министрлігіне және осы жергілікті денсаулық сақтау салаларда біраз өзгерістер болып жатыр. Енді естіген шығарсыздар, ұлттық жоба бойынша көп ауыл жердегі мекемелер соғылды, көп ауруханаларда ремонт жасалды, жеке инвестициялар тартылып жатыр. Сонымен өзгерістер көп, енді қиындықтар да бар. Бәрі керемет деп айтуға енді тілім бармайды. Халық көріп отыр ғой, сезіп отыр. Ең енді үлкен байлығы ол әрине әр азаматтың денсаулығы. Сол денсаулықты қорғау бойынша біздің медицина қолжетімді болды ма, болмады ма, сол жағынан қарау керек деп ойлаймын. Жалпы дұрыс бағытта кетіп бара жатыр деп айта аласыз ба? Жалпы, қазір енді алдымызға қойған мақсаттар бар, стратегиялық жоспарымыз бар. Көп жыл сол стратегиялық жоспар болмады ғой, шынын айту керек осы. 2020 жылдан бастап 3-4 жыл ешқандай стратегия болған жоқ. Біраз өзгерістер тоқталып қалды, жаңағы мәмс жүйесі тоқталды, ешқандай даму болған жоқ. Сонымен әрине 2 жыл біз жоғалтып алдық. Қазір енді барлық сол мәселелер шығып, соны енді біз бәріміз талқылап көріп отырмыз, шешіп отырмыз деп айтуға болады. Қазақстанда медицина бизнеске айналып бара жатыр деген қауіпіңіз жоқ па? Өте енді күрделі сұрақ деп айтуға болады. Себебі біз ел ретінде, мемлекет ретінде осы медицина саладағы бизнесқа айналамыз ба, айналмаймыз ба деген шешім бар ма, жоқ па деп. Менің ойымша енді біз егемен мемлекет ретінде біз нарықты экономиканы дамып келе жатырған еліміз ғой. Ал осы медицина әрине бір әлеуметтік болса да, ол бір экономиканың саласы. Себебі енді түрлі медициналық жабдықтар, дәрі-дәрмекті мысалы өндіру керек, оны немесе шетелден импорттау, логистикамен жеткізу керек, ауруханаларды соғу керек, медициналық қызметкерлерді жұмысқа тарту керек, оның бәрін қаржыландыру керек. Енді әрине бұл толық мемлекеттік қызмет емес, бұл енді үлкен экономикалық сала. Ал экономикада ең маңызды мәселе не? Ол еңбектің құны. Сонымен осы мәселеге медициналық қызметкерлердің еңбектің құны ретінде қарасақ, енді біз шешуіміз керек. Біз ел ретінде, мысалы, осындай біздің толық медицина мемлекет тарапынан берілсін, тек қана мемлекеттік ауруханалар, мемлекеттік медицина болса дейік, онда жарайды, мысалы, Ұлыбританияда сондай система. Жарайды, онда мемлекет
өз тарапынан толық 100% медицинаны қаржыландырсын, дәрігерлердің жұмысын дұрыстап төлесін. Бірақ енді шынайы айтсақ, оған біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік экономикалық қазір жағдай ондай мүмкіндік бермейді. Оны шыннан нақты айту керек. Жалпы қазір біздің статистика бойынша, еліміз бойынша, осы Қазақстан елінің денсаулық сақтау қорғауға, емделуге жұмсалып отқан барлық ақшаны санасақ, ұлттық экономикалық министрлігі жыл сайын санайды екен. Сол барлық ақшаны санасақ, тек қана 60% үкіметтен келіп жатыр. 40% өзіміз төлеп жатырық. Өзіміздің тапқан ақшамыз. Дәрі-дәрмек, платная медицина дейміз, жеке клиникаға барамыз, басқа да диагностикалық мәселе. Себебі мемлекеттің мүмкіндіктері әлі толық оның бәрін бізге бермей жатыр. Мәмс болсын, басқа да кепілдік көлемі деген болады. Оның бәрі әлі жетпейді, шынын айту керек. Сонымен толық мемлекеттің арқасына бәрін қоямыз деген, ол енді өкінішке орай шешілмейтін мәселе. Сонымен әрине біздің негізгі мақсат бір жағынан біздің енді медициналық көмектің өзінің құны бар. Оның ішінде ең маңызды мәселе сол медициналық қызметкерлердің еңбегінің ақысы. Мемлекеттің қолы жетпесе, әрине көп біздің дәрігерлер, мейірбикелер жеке клиникаларға ауысып жатыр. Себебі енді тәжірибесі мол болса, білімі мол болса, енді әрине 200-300 мыңға емнеге жұмыс істейді. Оларға жеке клиникаға барып, артынан науқастар барады. Науқастар өздері төлеп жатыр, өздерінің таңдау бойынша. Көп жағдайда жалақысы содан миллионға дейін жетіп жатыр, одан да асып жатыр. Енді әр мамандығының өзінің жұмысына байланысты. Сонымен ол нарықтық экономиканың бір көрсеткіші. Сонымен оның бәрін жойып, тек қана қайтадан бәрін мемлекетке апарамыз деген, менің ойымша, ол бір жағынан фантазия деп айту керек, оған ешқандай объективтік мүмкіндік жоқ. Сонымен менің ойымша, енді әрине қауіптар да бар. Себебі нарықтық экономика болса да, әрине осындай әлеуметтік медициналық салада ең бір негізгі мақсатымыз ол әрине әр адамның денінің саулығы. Сонымен әр медициналық қызметкердің еңбегінің аяғында жаңағы сол көмек, медициналық көмек пайдалы болды ма, тиімді болды ма, қажетті болды ма деп, қол жетімді болды ма деп, соның мәселелерді мемлекет шешу керек. Сонымен ол әрине қазіргі менің ойымша жеке бизнесті пайдалануымыз қажет, жеке инвестиция тартуымыз қажет. Сол біздің экономикадағы жеке сектордың мүмкіндіктерін, тәжірибесі бар, менеджерлері бар, шын айту керек, қаржылары бар. Соның бәрін осы салаға тартып, қолдау көрсетіп, сол жаңағы ең басты мақсаттың жетуішіне біз пайдалануымыз қажет. Ол әрине жеңіл емес, ол стратегиялық жоспар болу керек, политикалық шешім болу керек. Сондай қоғамдық талқылау болу керек. Мен сөйтіп ойлаймын. МәМС жүйесі енгізілген тұста, оның негізгі идеологтарының бірі өзіңіз болдыңыз. Бірақ осы жүйенің айналасында әлі күнге дейін дау көп. Халық енді тапқан табысының 5%-ын беріп отыр. Дегенмен де жаңағы жақсы дәрігерге көріндім, сапалы қызмет алдым деп қуанып жүргендер аз. Қай жерде қателік кетті? Менің ойымша, жалпы сол жаңағы идеология бойынша ешқандай қателік жоқ. Әрине, әр реформаның 3 стадиясы болады. Дайындау, одан кейін енгізу, одан кейін ары қарай дамыту. Дайындау жұмысы біраз көп жыл біз дайындалдық. Енгізу 2 жыл өтті. 19 жылда, 18 жылда бастадық, 19-20 жылда. Ары қарай даму керек қой. Жүйе болғаннан кейін оның түрлі элементтері болады, жаңағы төлейтін механизмдері, тарифтері болады. Сондай көп мәселелерді ары қарай талқылап, өзгертіп, модернизация дейміз, кейбір өзгерістер қажетті болды, бірақ өкінішке орай 3-4 жыл ешқандай өзгерістер болған жоқ. Сол бетімен кетіп барады. Әрине, жалпы мысалы экономика бойынша дүниежүзілік медицина саланы қарасақ, көп өзгерістер болды. Жаңа логистика бойынша соғыс басталды, пандемия болды, көп жаңа дәрі-дәрмектің медициналық жабдықтардың құны көтерілді, біз импорттап алып келеміз, ақша жетпей бастады. Сол кезде күнделікті сондай жұмыс жасау керек. Мысалы, қай салаларда ең маңызды медициналық көмекті біз қолдауымыз керек, қай жағда мүмкін қысқартуымыз керек.
Сондай реформалар әрине әрқашанда қажет. Ол бір 5 жылдық ішінде бітетін реформа емес. Мысалы, жақында өткен айда Германияның канцлері халықтың алдында, парламент алдында үлкен жолдаумен сөз сөйледі. Сол медициналық әлеуметтік, оларда да әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйе бойынша. Енді Германияда ол ең бірінші басталған 200 жылдан астам әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілетін болған. Сол тура сондай мәселелер. Себебі қазір Германияда 5% емес 17% төлейді. Ең дамыған медицина, ең дамыған ғылыми технологиялық медицина. Көп адам сол дүниежүзіден барып Германияға барып емделеді. Біз ойлаймыз, ол Германия керемет медицина. Бірақ медицина деген ол бір жағы медицина ол деген ғылым, бірақ денсаулық сақтау деген ол әлеуметтік экономикалық жүйе. Сол экономикалық жағдайда Германияның қазір енді көріп отырған мәселе тура біздің мәселе секілді. Ақша көп, бірақ жетпей қалады. Көп күтеміз дейді, жаңағы интервьюден көрсетіп жатыр Евроньюстен. Апта көп, мысалы, дәрігерге бару үшін 5-6 апта керек, дәрі-дәрмек алу үшін ақша жетпей қалады. Сол көп дәрілерді өзіміз алып жатырмыз. Тура осындай мәселе. Себебі әр жүйенің ары қарай күнделікте соны зерттеп, проблемаларын зерттеп, ары қарай даму үшін жоспарлар қабылдап, талқылап, халыққа түсіндіріп, ары қарай іске асыру керек. Жемқорлық біздің бұрында болды. Мәмістің алдында басқа да жүйелер болды, жергілікті бюджеттен шықты ақша, комитет оплаты медуслуг деген болды. Ол кезде де жемқорлық болды. Бірақ менің ойымша сол жемқорлықтың негізінің ең үлкен мәселесі қазіргі күнде оны тез шешуге болады. Ол тек қана сол ақпараттандыру жүйесін дұрыстап енгізу керек. Цифровизация дейміз. Қазір енді біз күнделікте пайдаланып жүрміз ғой, өзіміздің мысалы ақшамызды тиынға дейін біз көріп отырмыз, қайда жіберіп жатыр, қайдан түсіп жатыр, қандай жаңағы штрафтар, налогтар оның бәрін ұйымдастыруға болады медицина салада. Біз сол мәмісті енгізетін жылы 20 жылда сөйтіп дәлелдедік қой. 4-5 жыл бұрын жаңағы мәмс жүйені дайындау сапарымен сол толық цифровизация қажетті деп біз көп іс-шаралар енгізетін боламыз. Соның ең енді негізгі моменті 20 жылда бүкіл жаңағы әрбір клиниканың ақпараттық жүйелерді бір жерде бір-біріне қосып, бастарын қосып деп айтуға болады, интеграция жасап, ары қарай сол системаны енгізіп, ары қарай дамытуға сондай мақсаттар болған. Ол не деген? Күнделікте әрбір ауыл болса, қала болса, стационар болса, емхана болса да, біз қандай әр азаматқа қандай медициналық көмек, қандай дәрі-дәрмек алып жатыр, қандай енді түрлі технологиялық пайдаланып жатыр, бәрін көріп отыруға мүмкіндік болатын. Сондай біз жоспарлап арнайы жүйе құрып, оны енгізетін боламыз. Бірақ енді белгілі мәселе 20 жылдың бәрін тоқтатты. Сол кезде біз айтқанымыз, сот басталды, мысалы, енді өзімізге соны ілді ғой, сол қылмыс деп. Сол кезде мен сотқа айтатын, біз енді әрине сот бола берсін, бірақ сіздер денсаулық сақтау министрі өкіметке неғып жеткізбейсіздер, көріп отырсыздар ғой. Мынау жүйе өте маңызды. Толық дайын болып отыр. Даже сол кездегі министр, менің артымнан келген министрді айтты, практически готова деп отыр система. Сол кезде 20 жылдың басы, жылдың аяғы 2020 жылы. Сол кезде неғып қоспады оны? Сол кезде қосқанда қазіргі күндегі мысалы сондай үлкен жемқорлық, түрлі хищение дейміз, ақшаны шығарып жатыр. Оған ешқандай мүмкіндік болмайтын еді. Себебі жаңа қорда, денсаулық сақтау министрі біз бәрін көріп отыруға мүмкіндік жасағанбыз. Сол кезде сол жүйені тоқтатты. Жаңағы ол жүйе дұрыс емес, істемейді, біз басқа шешім қабылдаймыз деп 21-ші жыл, 22-ші жыл, 23-ші, 24, 25, 26, 6 жыл болды. Мемлекет уәде беріп отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттандыру қаншама вице-министрлер бар, орталықтар бар, басқа да министр қосы. Біз оны қатырамыз жылдың аяғына шешеміз деп қанша уәде берді. Ешқандай шешім болған жоқ. Сонымен бақылау жоқ. Электрондық ретінде қазіргі күнде бәрін қағазда емес, электрондық ретінде бақылауға болады ғой. Сол бақылау жүйесіне әлі де іске қосылмай жатыр. Енді жаңағы мәмістің үлкен скандалы болғаннан кейін
қаржылық министрге ауыстырды, жаңа төраға келді. Бірінші сөз не дейді? Бәрін біз бақылауға аламыз, жаңа платформа енгіземіз, аты да есімде жоқ, бірақ сондай жылдың аяғына сөйтіп уже 6 жыл болды, жылдың аяғына күтіп отырмыз. Енді 26 жылдың аяғына дейін бәрін жаңағы информациялық ақпараттардың жүйелері бір-біріне қосамыз. Сонда толық біз нақты бақылауға алып көріп отырамыз. Жаңағы шын медициналық қызметке немесе жаңағы фальсификация бәрін әрине тексеруге болады, ол қиын мәселе емес. Соны мен өзім де түсінбей қаламын кейбір жағдай. Сол кезде айтылды ғой енді үкіметке тікелей жаңағы біз ұсыныс бердік. Мен де бірнеше интервью бердім. Сол кезде сот ретінде обращение болды. Сонымен әрине сол кезде айтқан, мен айттым, мен мынау платформаны біз қазір тоқтатып енгізбесек, 3-4 жылдан кейін бүкіл біздің әлеуметтік сақтандыру жүйе дефолт болады. Тура сондай болды өткен жылдың аяғында. Жаңағы жыл сайын жинаған ақша сол медициналық көмекке төлеуге енді толық жібермеген, көп ақша ұрланған. Енді нәтиже бойынша 250-300 миллиардқа жуық ақша жетпей жатыр. Жаңа іс қозғалды деп айтып қалдыңыз. Осы сізге қатысты қозғалған қылмыстық іс басқа жалпы мемлекеттік қызметкерлерге үлкен сигнал болды. Осыдан кейін біздің шенеуніктер бастама көтеруден қорқып қалған секілді. Осындай пікір бар, мүмкін өзіңіз де естіген шығарсыз. Енді мен бірнеше неден интернеттен кейбір сондай мақалалар шықты, синдром Бертанова бойынша. Бірақ енді ол субъективтік сезім ғой. Енді олар сол мемлекеттік қызметкерлерден сұрау керек. Бірақ енді мемлекеттік қызмет деген не? Ол сол мемлекеттің күрделі мәселелер шешу үшін халықтың мысалы ең мазалайтын экономика сала болсын, жаңағы еңбек сала, әлеуметтік сондай шешімдерді қабылдау үшін енді әрине әр мемлекеттің қызметкерлер деңгейіне байланысты емес, енді жай эксперт болса да, министр болса да күнделікті сондай шешім қабылдайды. Әрине әр шешім, әр мәселенің 3-4 варианттары бар шешуге. Былай жасауға болады, былай жасауға болады. Мысалы Қытайдан алуға болады, Ресейден алуға болады, немесе мысалы 5 жыл оқытуға болады, 6 жыл оқытуға болады. Ол политикалық шешімдер. Сондай шешім қабылдау үшін әрине әр мемлекет, ол енді негізгі мемлекеттің қызметкерлердің негізгі мақсаты осы. Әрине одан қорықпау керек. Ол әрине сондай тәуекелдер болады, бірақ енді өкінішке орай біздің қылмыстық кодекс бойынша қателерді қылмысқа аударатын сондай арнайы статьялар бар. Мысалы мен соттаған жаңағы қылмыстың кодекстің бабы енді злоупотребление дейді ғой енді. Ол осындай ешқандай ұрлық емес. Мысалы ол ақшаны сот айтты, мысалы ол ақшаны мынау кісілер өздеріне алған жоқ, жоғалтып алған жоқ. Біз біліп отырмыз, шетелдік компанияға жіберді. Сонда объективтік ретінде айту керек, енді қандай себеп. Тек қана осындай қорқыту үшін пайдаланып жүрген бап деп айтуға болады. Апелляцияға бердіңіз, ол кезде де шешім өзгеріссіз қалды. Ары қарай тағы да шағымдану жоспарыңызда бар ма? Әлде осымен Әрине, біз айтып отырмыз. Мен де, менің жаңағы әріптесім, бұрынғы орынбасарым Олжас Әбішұлы. Біз бұл сот үкімімен келіспейміз. Біз өзімізді осындай коррупциялық қылмыс істедік деп әрқашан біз мойындамаймыз. Мен жоспарларымыз бар. Енді мен әлі жылдың аяғына дейін менің жаңағы срокым келе жатыр. Сонымен күзге таман енді жаңа кассациялық сот пайда болды ғой, соған беруге тырысамыз. Осы жерде жаңа қателік деп айтып қалдыңыз. Дәрігерлердің де қателігіне қатысты кейде қоғамда дау-дамай туып жатады. Осы дәрігердің жауапкершілігі мен оны қорғау арасында біз тепе-теңдікті сақтай алып жүрміз бе? Енді бұл үлкен арасында маңызды мәселе, сіздің сұрағыңыз өте орынды, әлі шешілмеген мәселе. Себебі дәрігердің қатесі ол не деген жағдай жалпы? Оның себебі қандай? Қатесінің нәтижелері қандай болады?
оның қателікті кім мысалы бағалайды, қате болды ма болмады ма, кімнің жаңағы қандай эксперттерді біз тартамыз. Үлкен мәселе тек қана Қазақстанда емес, дүниежүзілік қазіргі медицинада. Қазір жаңағы жасанды интеллект келе жатыр, оны қалай біз мысалы осындай жағдайды қалай пайдаланамыз дегендей. Сонымен бұл мәселені шешу үшін біз біріншіден өзіміздің қазіргі саладағы заңдарды дұрыстап біз қайтадан қарастыруымыз қажет. Біздің мысалы қылмыстық кодекс және денсаулық сақтау кодекстің осы дәрігерлердің практика бойынша, мәртебе бойынша, жаңағы қателер бойынша, медициналық инциденттер бойынша идеологиясы ол өткен ғасырдан келе жатқан идеология, шынын айту керек. Кейбір статьялар сол Совет одағынан келе жатқан статьялар. Жалпы ешқандай өзгерістер болған жоқ, бірақ барлық дүниежүзі өзгеріп жатыр. Жаңағы медицина ғылымы өзгерді. Дәрігердің қазір жұмысы да жаңағы пациентпен қарым-қатынасы бәрі өзгеріп жатыр. Сонымен біріншіден мен енді ойлаймын, қазіргі болашақ енді құрылтайда осы мәселелерге назар аударып, қайтадан бұл мәселені көтереміз деп ойлаймын. Себебі біздің осы кәсіподақ жағынан бұл мәселелерді біз көтеруге тырысамыз. Дамыған мемлекеттерде, енді шынын айту керек, дәрігерлерді қателер үшін соттамайды. Қылмыстық жауапкершілік болмайды. Себебі олар түсінеді, қателеу мүмкіндігі болады әр салада, тек қана медицина емес. Бірақ әрине медицина салада қателіктің құны өте үлкен. Бірақ оның бәрін бастарын кесіп отырсақ, ешқандай бізге гранттар да жетпейді. Ешқандай жалақысын көтерсек те жетпейді. Бәрі кетеді. Көп дәрігерлер кетіп жатыр мысалы. Бізде шынын айтсақ, ең жаңағы кадр тапшылығы қай салаларда медицинаның ішінде? Анестезиолог, реаниматолог, неонатолог, кішкентай балаларды емдеу, акушер-гинеколог. Себебі ең үлкен жаңағы күрделі экстрен жағдайлар осы үш салада болады. Экстрен рисктер. Сонда адам қайтыс болғанда, қазір енді уже күнделікті өкінішке орай практика болды ғой. Адам енді өмір сүре алмайтын адам қайтыс болса, соны барып жақындары, туыстар айқай-шу шығарып, осы дәрігерлер қате жасады, оларды соттау керек. Объективті түрде ешкім қарамайды. Оны дұрыстап қарау керек, экспертиза болу керек. Ғылыми зерттеу жұмыстың негізілгенде сондай логика болу керек, зерттеу. Осындай мысалы шешім ол қате ма? Немесе ол кейбір 3-4 варианттың ішінде сондай шешім қабылдап, сондай дәрігер науқасты жанын сақтайын деп сондай шешім қабылдап, ал біз оны аламыз да түрмеге жібереміз. Мықты реаниматологтар қазір сол стоматология наркоз беріп отыр. Себебі сол рисктен тәуекелден қашады. Себебі сондай бізде қылмыстық бап бар. За ненадлежащее выполнение деп қылмыстық жаңағы түрмеге отырғызады. Дүниежүзінде ондай жоқ. Тек қана осы Советский Союздың жаңағы мемлекеттерінде қалды ондай. Дүниежүзінде резидент деген ол уже врач. Жалақыны алып, мысалы, банктан кредит алуға мүмкіндік болады. Ал бізде оған ешкім кредит бермейді. Ол әлі студент, 25-2-3 баласы бар, мысалы, бір жағынан. Енді жалақысы енді әрине экономиканың, мемлекеттің экономика мүмкіндігіне байланысты, бюджетке байланысты. Бірақ жергілікті көп әкімдер, мысалы, соған дұрыс назар бермейді. Енді біз қаншама заң қабылдадық, мысалы, ауылға дәрігер жіберсек, біз енді міндетті түрде жібереміз ғой, 3 жыл істеп кетесің деп. Заң бойынша, если грантпен оқысаң, енді барғанда не, үй жоқ. Дұрыс жаңағы клиникаларда мүмкіндіктер, медициналық жабдықтары жоқ, условия жоқ, жататын жері жоқ, жалақысы төмен. Жалпы жас мамандарға сол коллективті қолдау да жоқ. Заң бойынша, жаңағы жауапкершілік бойынша бізде жас маман немесе тәжірибе бәрі бірдей саналады. Мысалы, әрине енді біз түсінеміз ғой, жас мамандың сондай тәуекелдер өте жоғары. Ол күнделікте 5-10 жылдың ішінде өзінің практикасын көтеріп, көп жаңағы операция сөйтіп үйренеді. Басқа үйренетін жол жоқ. Шынын айту керек. Жас дәрігер науқастарды емдеп сөйтіп маман болады. Институтта олар неге науқастарға жолатпайды, просто сырттан қарап отырады. Сонымен әрине тәуекелдер көп болады, и осындай жағдайлар көп болады. Жаңағы іс қозғалтады, жалобы жібереді, оларды одан кейін комиссияға шақырады, объяснительный сұрайды, тексеріс болады. Әрине сондай жағдайда
көбісі бас тартып қашып кетеді. Біздің елде шенеуніктер мен қалталы азаматтардың көбі әлі күнге дейін шетелде емделеді. Тіпті тексерілу үшін де шетелге барып жатады. Бұл деген тұтас жүйеге деген сенімсіздік пе? Қазақстандық медицина деген мәселе жоқ, или ресейлік, америкалық медицина, ол бүкіл біздің цивилизацияның енді нәтижесі, жұмысының нәтижесі, оған пайдалануға әр адамның құқығы бар, мүмкіндігі болса. Әрине, бай адам болса, енді әрине бара берсін. Ақшасы өз тапқан ақшасы. Шынын айту керек, енді біздің халықтың 80% оған мүмкіндігі жоқ. Не то, что там Корея или Европа, Ресейге барып емделуге мүмкіндіктер жоқ. Әрине, мысалы, Ресейге үлкен ғылыми орталықтар бар, мысалы. Біз сол мәселені шешуіміз қажет. Жалпы халықтың 80%-на ең маңызды, қажетті жаңағы ауруларды емдеуді біз мемлекет тарапынан дұрыстап қаржы бөліп, дұрыстап ұйымдастырып, сол қолжетімді шешілім. Ол сонда сенім болады. Бірақ выбор дейміз ғой, таңдау құқығы да бар. Мысалы, көп жағдайда, мен көп сондай жағдайды көрдім. Мысалы, онкология алсақ, бізде қазір көп диагностика мәселе шешілген. ПЭТ, КТ бәрі бар. Жаңағы радиохирургия деген бар, түрлі химиотерапия деген бар. Бәрі 100% жоқ енді, халықаралық стандарт бойынша. Бірақ соған жеткізуге тырысып жатырмыз. Бірақ көп жағдайда арасында сенім жоқ. Кореяға барады да, тура сол дәріні алады. Сонда қанша миллион теңге, $1000 төлейді соған. Сенім болмағаннан кейін сондай нәтижелер болады, өкінішке орай. Соң барады да бүкіл ақшасын соған жарып, қайтадан жылап келеді. Не істейміз деп. Сонымен әрине бұл үлкен мәселе. Қазіргі министр Ақмарал Әлназарова ханымның жалпы аяқ алысына көңіліңіз тола ма? Көп мәселені шешіп жатыр. Әрине, ол жеңіл емес, командаға байланысты, жаңағы үкіметтегі басшылардың, әріптестердің қолдауы ретінде байланысты. Ол министр тек қана дәрігердің бастығы емес, ол үкіметте жаңағы бәрімен тіл табысып жұмыс істеуге, тиімді жұмыс болу үшін істеу керек. Енді әрине, ол жеңіл жұмыс емес. Бірақ енді сол маман ретінде біздің енді өзіміздің мамандығымыз бар ғой, денсаулық сақтау ұйымдастыру, қоғамдық денсаулық басқару деген өте жоғары тәжірибелі, білімді маман. Біраз өзгерістер біздің медицина салаға енгізіп жатыр. Мен тек қана табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Енді қазір енді қиын уақыт, әрине сынақтар көп, бірақ біз қолдаймыз. Мемлекеттік қызметтен кетіп, мемлекет мүддесіне жұмыс істеуге бола ма? Әрине, себебі мемлекетке қызмет жасау және халыққа қызмет жасау ол синонимдер емес. Мемлекетке қызмет жасау ол мемлекеттік қызмет, ол госслужба дейміз. Бірақ әрине, мысалы, біздің медицина салада алсақ, халыққа қызмет жасау мүмкіндіктері мол. Мен де қазір, менің ойымша, өзіміздің қазақ халқына жұмыс жасап жатырмын. Бұрында бүкіл өзімнің тәжірибемнің, білімін осы салаға салған болатын. Енді мүмкіндік бойынша мемлекет қызмет істегенде әрине мемлекеттің қызметі саған көп административ ресурс береді, соны дұрыс пайдалану керек. Реформа жасау керек, қорықпау керек. Енді мүмкіндік бойынша жасадық. Бірақ енді мемлекет қызмет бітті, бірақ халыққа қызмет істеуге жолдар мол. Мысалы, сабақ беру жас мамандарға, жаңағы айтып жатқан инвестициялық тарту, сондай жобаларды қолдау, басқару, зерттеу, ғылыми зерттеу жұмыс жасау. Енді қоғамдық жаңағы ұйымдарды басқару, эксперт ретінде жұмыс істеуге болады. Сонымен әрине жолдар көп. Мен осы негізгі өзімнің ойым, мақсатым сол мүмкіндік бойынша сол халықтың денсаулық сақтауын нығайтуға жұмыс жасайды деп сенемін. Егер сізге осы денсаулық сақтау саласында бір ғана реформаны жүзеге асыру мүмкіндігі берілсе, ол қандай реформа болар еді? Біздің медициналық қызметкерлердің ауызбіршілігін қолдау үшін, бастарын бірге қосу үшін, менің ойымша сондай ұлттық медициналық қызметкерлердің палатасы құру керек. Сол палатаға біраз жаңа мемлекеттің қызметтерін соған тапсырып, мысалы, лицензия беру, бақылау, жаңағы реттеу, кадрлардың жұмыс табу дегендей, жаңағы кәсіби қолдау, құқықтарын қорғау, немесе сол профсоюздің
функцияласын кеңейтіп, сондай палата құру қажет. Сол реформамен айналысып жатыр, шынын айту керек қазір. Енді мысалы, былай қалса күзде жаңа құрылтай болады, соған ұсыныстарымызды береміз осы реформаны ары қарай енгізу үшін. Біздің елімізде бірыңғай бір профсоюз болу керек, оның профсоюздің функциясын кеңейтіп, мүмкін дәрігерлік ұлттық палата деп, сол бүкіл жаңағы мейірбикелердің, санитаркалардың, дәрігерлердің жаңағы күнделіктегі еңбек құқылары бар ғой, соны қорғау үшін, әлеуметтік жағдайларын қолдау үшін, жаңағы кейбір жағдайда қылмыстық істерде жаңағы адвокаттарын қолдау үшін сондай мүмкіндіктер беру керек. Себебі енді бас дәрігерлер көп жағдай жақтырмайды, қарсы шыққанда, шынын айту керек. Профсоюз қарсы шығады, мысалы, мынау дәрігер, жақсы дәрігер неменеге оны жұмыстан шығарасыз, неменеге оны қысасыз деп. Профсоюз сондай жағдайды шықты керек қой. Немесе бізге толық жалақы төлемей жатсыңдар, немесе жаңағы надбавкалар дұрыс саналмаған. Сондай мәселе көп. Біз айтатынымыз, жалпы профсоюзда мәселе 3 деңгейде болады. Жалпы күнделікті коллектив деңгейге, онда правкомдар болады. Ол правкомдар толық бас дәрігер не айтады, соны жасайды. Бірақ оның өздерінің бюджеттері болады, мысалы. Соның бәрін бас дәрігерлер қысып алған. Екінші деңгей облыстық әкімшілік деңгейде. Кейбір өңірлерде профсоюздар, енді бірыңғай профсоюздар бар. Мысалы, қазір біздің Қазмет профсоюзында Түркістан облысы, Ақтөбе, Ақмола облысының толық 100% профсоюздар бірыңғай бір профсоюзға бізге қарай. Сонда біздің толық осы облысқа жауапкершілігіміз болады. Қандай мәселе болады, біз соларды шешеміз. Облыстық деңгейде әкімге жеткіземіз, денсаулық сақтау министрге жеткіземіз. Бірақ енді бүкіл елімізді алсақ, республикалық деңгейде, мысалы, біз парламентқа келдік. 1-2 жыл бұрын бұрынғы парламентте осы медициналық қызметкерлердің кәсіби тәуекелді сақтандыру бойынша заң талқыланды. Сол кезде біз қарсы шықтық. Себебі ол дұрыс емес заң. Қазір сол бүкіл заңды қабылдап, бүкіл бас дәрігерлерден ақша жинап отыр. Олар жеке жаңағы сақтандыру компания кетіп жатыр. Сонымен ел бойынша 3-4 жағдай болды, соған ақша төленген болады. Бірақ негізгі мақсат сондай жаңағы дәрігерлік қатесі болса, оны жаңағы больница төлемейді, сол сақтандыру қоры төлейтін болады. Енді әрине біраз ақша, кейбір жағдай 9-10 миллионға жететін жуық ақша. Жаңағы егер сол науқастың өміріне, денсаулығына әсер етсе, оны біз расында да нақты комиссиядан тексеріп, соны расында да қолдасақ, онда жаңағы сақтандыру қоры төлейді. Енді қазір көріп отырсыз, қанша миллиард ақша жиналып жатыр, ешқандай қолдау, қорғау жоқ. Ондай жағдайда бәрі тікелей полицияға барады да, жаңағы дәрігерлерге іс қозғалтады. Ал негізгі мақсат болған мынау қылмыстық жауапкершілік жауып, тек қана қаржы жауапкершілікке апару. Бірақ оның заң дұрыс жазмаған. Сол кезде біз қарсы шықты енді әңгіменің аяғында. Сонда басқа профсоюздар қолдады. Енді аттарын айтпай қойын, бірақ солар жұмыс тобына кірді, бізді кіргізбей қойды. Бір күні жаңағы парламенттің жұмыс тобының төрағасы маған звонды, Елжан Амантай, ертең сізді жұмыс тобына кіргіземіз. Келесі күні 60-да себебі министрліктен сондай команда келді, кіргізбеңдер деп. Сөйтіп сол заң қабылданды. Сол кезде айтады, міне мынау бізді профсоюздар қолдады ғой дейді. Ал енді қандай жауапкершілік? Заң істемейді, оны министр де өзі мойындап отыр. Ол кезде министр депутат болған, сол кезде өзі де қарсы шыққан болады. Бірақ одан кейін қабылданды заң, енді заң істемей тұр. Жаңа біздің ауруханаларға қосымша жүктеу, жыл сайын оған міндетті түрде ақша төлеу керек. Бірақ ешқандай медициналық қызметке ешқандай пайда жоқ. Халыққа да пайда жоқ. Осындай емес, сондай жағдайда бір профсоюз болу керек, бір сондай қоғамдық ұйым болу керек. Сол бүкіл біздің еліміздің денсаулық сақтау саладағы медициналық жұмыскерлердің, қызметкерлердің құқықтарын қорғау мәртебесін көтеру. Сонда жауапкершілік болса да нәтижелер болады деп сенемін. Сізді біреулер кәсіби реформатор дейді, біреулер жүйенің құрбаны дейді. Өзіңіз сізді қалай, жалпы халықтың есінде қалай қалғаныңызды қалар едіңіз? Мен Елжан Біртанов, дәрігермін. Менің мамандығым денсаулық сақтау жүйені ұйымдастыру, нығайту, қоғамдық денсаулық сақтау қорғау. Осы маман ретінде есте болса, маған жетіп жатыр. Елжан Амантайұлы, бүгін уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.